Құндылыққа негізделген белсенді оқыту әдістері. Белсенді оқыту әдістері оқушыны тек тыңдаушы емес, сабақтың белсенді қатысушы ететін тәсілдер. Мұнда ойлау, талдау, пікір айту, бірлесіп жұмыс істеу алдыңғы орынға шығады. Ал құндылыққа негізделген белсенді оқыту әдісі білім алушының тек пәндік білімін емес, адамгершілік, ұлттық, әлеуметтік және азаматтық құндылықтарын қалыптастыруға бағытталған оқыту тәсілі. Бұл әдісті оқушы өз көзқарасын білдіріп, өмірлік ұстанымын саналы түрде қалыптастырады. Бүгінгі күні оқушылар ақпаратты қалаған жерінен кез келген уақытта таба алады. Бүгінгі күнгі мұғалім жалғыз ғана ақпарат көзі болып табылмайды. Заманауи мектептің алдына қойылып отырған міндет өзгеріп отыратын өмір жағдайына тез арада бейімделе білетін оқушыны тәрбиелеу. Оқытудың табыстылығының құпиясы оқушылардың коммуникативтік дағдысын дамыту. Құндылыққа негізделген белсенді оқыту әдісі бұл оқу материалын игеру процесінде оқушылардың ақыл ойы және практикалық іс-әрекеті мен белсенділігін қамтамасыз ететін әдістер жүйесі болып табылады. Әдістің негізгі қағидалары: тұлғалық бағыттылық, әр оқушының пікірі мен таңдауы құрметтеледі. Белсенділік: мұнда оқушы талдайды, салыстырады, шешім қабылдайды. Өмірмен байланыс: нақты өмірлік жағдайлар қарастырылады. Рефлексия: өз әрекеті мен құндылығын бағалайды. Белсенді оқыту тәсілі жаңа білімді бұған дейінгі біліммен байланыстырады, қателіктерді тексеріп, түсінікті жетілдіруге жол ашады. Белсенді оқытуда өз тәжірибесінің негізінде үйреніп, оқушыға эксперимент жасауға мүмкіндік беріледі. Құндылығына негізделе отырып белсенділікке бағытталған оқытудың бірқатар тәсілдері бар. Мысалы, жұптық жұмыс: оқушылар шағын топтарға бөлініп, ортақ тапсырманы орындайды. Жұптық жұмыс: екі оқушы бірге ой бөлісіп тапсырманы орындайды. Ұялшақ оқушылар үшін өте тиімді әдіс. Миға шабуыл: белгілі бір тақырыпқа байланысты ойларды еркін айту, шығармашылық пен жылдам ойлауды дамытады. Рөлдік ойын: оқушылар белгілі бір үлгі бөліп жағдаятты сахналайды. Тарих, әдебиет, қоғамтану сабақтарына өте қолайлы. Пікірталас дебат: берілген мәселе бойынша өз көзқарасын дәлелдеу, сыни ойлау мен сөйлеу мәдениетін қалыптастырады. Кейс стади: жағдаятты тапсырма деп аталады. Өмірден алынған нақты жағдайды талдау арқылы шешім ұсыну. Жобалық әдіс: оқушылар ұзақ мерзімде жоба жасап, нәтижесін қорғайды. Зерттеу дағдысы мен дербестік дамиды. Инсерт, рафт, Блум таксономиясы әдістері мәтінмен жұмыс істеу, ойды жүйелеу, талдау және бағалау қабілетін арттырады. Белсенді сынып немесе белсенді сынып емес деп біз сыныптарды бөліп жатамыз. Сыныптардың белсенді немесе белсенді емес болып бөлінуіне әртүрлі факторлар әсер етеді. Белсенді сынып оқушылары бір-бірімен сөйлеседі, мұғалім және сыныптастарына сұрақ қояды, жұмыс істеу үшін бөлме ішінде қозғалады, оқушылар түсіндіреді, оқушылар көрсетеді, оқушылар бір-біріне жазбалар дайындайды, мұғалім мұқият тыңдайды, оқушылар бір-біріне бетпе-бет отырады, оқушылар өздерін еркін ұстайды, бір-бірімен ой бөліседі. Ал белсенді емес сыныптарда мұғалім көп сөйлейді, сұрақты мұғалім қояды, мұғалім сыныпқа нұсқау беру үшін тақтаға жазады, мұғалім түсіндіреді, мұғалім көрсетеді, мұғалім оқып тұрып, оқушылар жазады, мұғалім тыныштықты талап етеді, оқушылар тыныш тыңдайды, мұғалім бөлме ішінде көп қозғалады. Белсенділіктің 3 деңгейі бар. Біріншісі қайта жаңғырту белсенділігі: оқушының білімді түсінуге, есте сақтауға, қайта жаңғыртуға тырысуы. Интерпретация белсенділігі: оқушының оқытылған материалдың мәнін түсінуге, осы ақпараттарды арасында байланысты түсінуге тырысу, яғни ақпаратты үлгі бойынша емес, өзгертілген жағдайда пайдалану тәсілдерін меңгеруі. Шығармашылық белсенділік: оқушының мәселені шешу жолдарын өз бетінше іздеуі, яғни танымдық қызығушылығын көрсете білуі. Белсенді оқыту тәсілінің түрлері: арқа. Қатысушылар белгілеген 2 орындыққа отыру керек. Біреуі тақтаға қарап, екіншісі тақтаға қарама-қарсы жаққа қарап отырады. Мұғалім түсіндіру үшін бір сөзді береді. Бірінші қатысушы берілген сөзді түсіндіру үшін бірнеше минуты бар болады. 10 сұрақ әдісі: мұғалім бір оқушыны таңдап алады, оны маңдайына негізгі сөз жазылған стикерді жабыстырады. Қатысушы сыныпқа 10 сұрақ қоя алады. Оқушылар я немесе жоқ деп қана жауап береді. Осылайша оқушы маңдайына жазылып тұрған сөзді анықтауы керек.
Белсенділік бүгінгі сабаққа қатысты берілген сөздегі әріптерден көбірек сөз құрастыруға тырысу керек. Сол сіздің нәтижеңіз қандай? Өте жақсы 10-нан көп сөз, жақсы 8-ден көп сөз, жаман 6-дан көп сөз құрастыру керек. Ақпараттардың жетіспеуі. Бірінші оқушта 50% ақпарат бар. Екінші оқушта ақпараттың келесі бөлігі бар. Екі оқушы жұптаса отырып, бір-біріне өзінің қолында ақпаратты көрсетпестен түсіндіреді. Осылайша оқушылардың әрқайсысы өзіне жетіспеген ақпаратты ала алады. Сұрақтар салынған қорап әдісі. Кабинетте оқушылардың сабақтың соңында өздеріне түсініксіз болған сұрақтарын салып кететін қорап болу керек. Осы сұрақтарды келесі сабақтың басында таратып алып, өздері жауап табуға тырысады. Осылайша белсенді оқыту әдістерін сабақтың кез келген кезеңіне қолдануға болады. Мысалы, топқа бөлу, көшбасшы тәсілін қолдануға болады. Психологиялық ахуал орнатуда тілек айту, ширату сұрақтарына 8 тест сұрауын ойыны, жаңа тақырыпта игеруде миға шабуыл, жұптық жұмыста тапсырмалардың нәтижелерін салыстырады, дайын жауаппен бір-бірін бағалайды, топтық жұмыста шығарады, талдайды, қорытынды жасайды, температураны өлшеу әдісімен бағаланады, жеке жұмыста қалыптастырушы бағалау жұмысы, жазба жұмыстар жүргізіледі, қорытындыда сұхбат алу әдісі арқылы сабақты қорытындылайды. Әрине, сабақ барысында барлық осы белсенді оқыту әдістерін қолдану міндеттелмейді. Сонда да сабақ барысында қалыптастырылған негізгі құндылықтар бұл адалдық, құрмет, жауапкершілік, еңбекқорлық, ұлттық сана, ынтымақтастық болып табылады. Қорыта келгенде, құндылыққа негізделген белсенді оқыту әдісі білім алушыны тек біліммен қаруландырып қана қоймай, оның тұлғалық дамуына, адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына ықпал етеді. Бұл әдіс арқылы оқушылар өз пікірін еркін білдіріп, өмірлік жағдаяттарды талдай отырып, дұрыс шешімге қабылдауға үйренеді. Сабақ барысында белсенді әрекет ету, бірлескен жұмыс және рефлексия жүргізу оқыту үдерісін мазмұнды әрі тиімді етеді. Нәтижесінде оқушының сыни ойлауы, жауапкершілігі және қоғамдағы орны сезінуі дамиды, ал қалыптасқан құндылықтар оның болашақ өмірінде берік бағдар бола алады.